Уақытқа саяхат жасау туралы бәріміз естіген шығармыз. Өткенге барып келу немесе болашақты көру мүмкін бе? Көп адам мұны жай ғана қиял деп ойлайды. Бірақ бұған сенетіндер де бар. Тіпті кейбір адамдар уақыт саяхатшылары біздің арамызда болған деп есептейді. Олар бұған дәлел болуы мүмкін түрлі фото мен видеоларды көрсетеді. Ал бүгін біз сонда ең қызықты бейнежазбаларды қараймыз. Кейбір адамдардың айтуынша бұл кадрларда өткеннен немесе болашақтан келген адамдар байқалып қалған. Әрине, біз бұл оқиғалардың рас екеніне кепілдік бермейміз. Және сіздерді сендіруге де тырыспаймыз. Бұл интернетте кең тараған видеолар ғана. Бірақ оларды көргеннен кейін сізде де көптеген сұрақтар туындауы мүмкін. Ендеше бастайық. Тайсон мен Питер арасындағы жекпе-жектің бейнежазбасынан бір қызық нәрсені байқауға болады. Көрермендердің арасында қолында түсініксіз құрылғы ұстап отырған адам бар. Бір қарағанда ол жекпе-жекті смартфонға түсіріп тұрған сияқты көрінеді. Бірақ мәселе мынада, бұл кездесу 1995 жылы өткен. Ал ол кезде смартфондар әлі болған жоқ. Тіпті камерасы бар алғашқы телефон тек 2000 жылы ғана таныстырылған. Осыған байланысты бұл видео интернетте қызу талқыланып, миллиондаған қаралым жинады. Кейбіреулер бұл жай ғана Кейси компаниясының ескі камерасы дейді. Бірақ басқалары құрылғының оған ұқсамайтынын айтады. Оның үстіне неге ол видеоны тік форматта түсіріп тұр? Бұл видео Уругвайдағы футбол матчының тікелей эфирі кезінде түсірілген. Камера стадионды жалпы жоспармен көрсетіп тұрған сәтте күтпеген жағдай орын алады. Алаң, көрермендер трибунасы, бәрі қалыпты көрінеді. Бірақ кенеттен трибуна бойымен өте жоғары жылдамдықпен жүгіріп бара жатқан адам байқалады. Ең қызығы, ол басқа адамдардың арасынан өтіп бара жатқандай көрінеді. Әрине, көпшілік мұны бірден монтаж немесе қолдан жасалған видео деп қабылдады. Бірақ видеоның шын екенін айтатындар да бар. Дегенмен бұл шынымен уақытқа саяхат па, әлде жай ғана камераның ақауы ма, белгісіз. Бір қызығы, уақыт саяхаты туралы теорияларға сенетін адамдар керісінше басқа пікірде. Олардың айтуынша, егер уақытқа саяхат жасау мүмкін болса, ол дәл осылай көрінуі мүмкін. Бұл видео Жапониядағы жол бақылау камерасына түсіп қалған. Алғашқы секундтарда кәдімгі жол қозғалысын көреміз. Бірақ бірнеше сәттен кейін қайғылы жағдай болатын сияқты көрінеді. Жүк көлігі тура мотоциклге соғылғалы келеді. Бірақ дәл сол сәтте күтпеген нәрсе болады. Бір адам аяқ астынан пайда болып, мотоцикл жүргізушісін қауіптен алып шығады. Барлығы бір сәттің ішінде орын алады. Жүк көлігінің жүргізушісі шошып кетіп, бірден көлігінен түсіп жүгіріп шығады. Ол адамды қағып кеттім деп ойлаған сияқты. Бірақ таңғаларлығы, ешкім зардап шекпеген. Ал жұмбақ кейіпкер болса, ештеңе болмағандай оқиға орнынан кетіп қалады. Бұл жағдайдан кейін екі жүргізуші де не болғанын түсінбей аң-таң болып қалады. Келесі оқиға тіпті ертегіге ұқсайды. Шынын айтсақ, алғаш естігенде оған сену өте қиын. Тіпті бізде бұл оқиғаны қоспау туралы ойлағанбыз. Бірақ шетелдік интернетте ол өте танымал болғандықтан сіздерге де көрсетуді жөн көрдік. Сонымен тыңдап көріңіздер. Хокон Нортвист есімді ер адам өз үйінің ас үйінде уақыт порталы пайда болғанын айтады. Оның сөзінше, сол портал арқылы болашаққа барып, өзімен өзі кездескен. Бір қарағанда бұл ақылға қонбайтын әңгіме сияқты көрінеді. Шынын айтқанда, екінші рет тыңдағанда да солай әсер қалдырады. Бірақ Хокон адамдардың бұған сенбейтінін алдын ала білген. Сондықтан ол болашақта өзімен бірге видео түсіріп алғанын айтады. Видеода екеуі қатар тұрып сөйлеседі. Ал бұл жай ғана бір-біріне ұқсайтын екі адам емес екенін дәлелдеу үшін екеуі де қолындағы бірдей татуировканы көрсетеді. Әрине, бұның өзі ештеңені дәлелдемейді. Өйткені дәл сондай татуировканы басқа адамға да салдыруға болады ғой. Дегенмен уақытқа саяхат жасау мүмкін екенін жоққа шығармайтын ғылыми теориялар бар. Сондықтан мұндай нәрсе мүлде мүмкін емес деп айтуда қиын. Егер бұл тақырып сізге қызық болса, онда осы тақырыптағы ең танымал фильмдердің бірі Детонатор фильмін көруге болады. Фильм ескі болғанымен көптеген көрермен оны уақыт саяхаты туралы ең күрделі фильмдердің бірі деп есептейді. Бірден ескертіп қояйық. Оны толық түсіну үшін бірнеше рет көруге, немесе кейін интернеттен түсіндірмесін оқуға тура келуі мүмкін. Көпшілігіңіз Чарли Чаплиннің 1928 жылы шыққан Цирк фильмі туралы жұмбақ оқиғаны естіген шығарсыз. Естімеген болсаңыз, қысқаша айтып өтейік. Фильмнің бір көрінісінде көшеде кетіп бара жатқан әйелді көруге болады. Көп адамның назарын аударған нәрсе, ол құлағына бір затты тақап, телефонмен сөйлесіп келе жатқандай көрінеді. Бірақ мәселе мынада, ол кезде ұялы телефон деген мүлде болмаған. Әрине, видеодағы бейне сапасы өте нашар. Сондықтан оның қолында нақты не болғанын анық көру мүмкін емес. Мүмкін, ол жай ғана қолын құлағына қойған шығар. Сол себепті бұл оқиғаны көп адам аса маңызды дәлел деп санамайды. Бірақ бұған ұқсас тағы бір қызық видео бар. Бұл 1938 жылы түсірілген. Видеода көшеде кетіп бара жатқан бірнеше қыз көрінеді. Ал олардың біреуі телефонмен сөйлесіп бара жатқандай әсер қалдырады. Бұл жолы оның қолында шынымен бір зат ұстап тұрғаны анық байқалады. Өйткені ол кезде мұндай технология әлі ойлап табылған жоқ еді. Әрине, мұның бәрі жай ғана сәйкестік болуы мүмкін. Дегенмен бұл оқиға әлі күнге дейін интернеттегі ең танымал жұмбақтардың бірі болып қала береді. Ал біз жалғастырамыз. Соңында тағы бір қызық әрі әсерлі оқиғаны көрсетейін. Мұны уақытқа саяхат деу қиындау шығар. Бірақ видеоның өзі өте қызық көрінеді. Сондықтан оны да бұл тізімге қосуды жөн көрдік. Бұл тағы да бақылау камерасына түсіп қалған кадрлар. Видеода жабық тұрған дүкен көрінеді. Бірақ бір жігіт үшін есік жабық емес сияқты.
Өйткені ол еш кедергісіз есіктің арғы жағына өтіп кеткендей көрінеді. Сол сәтте видеодағы жыл көрсеткіші де бірде 2016-ға, бірде 2019-ға ауысып тұрады. Бұл жағдай әлгі жігіт дүкеннен шыққанға дейін жалғасады. Тіпті жақын жерде отырған бір адам да не болғанын түсінбей қалған сияқты. Әрине, бұл видеода күмән тудыратын тұстар бар. Әсіресе оның есіктен өтіп кеткендей көрінетін сәті. Бірақ тағы бір сұрақ мазалайды. Егер ол шынымен телепортация жасай алса, неге дүкеннен балмұздақ қана алып шықты? Әлде хот-дог па? Жарайды, оның не екені маңызды емес. Бірақ телепортация жасай алатын адамға дәл балмұздақ не үшін керек болды екен? Қалай болғанда да, бұл видеоның шынайы болуы екі талай. Дегенмен оны өте шебер жасағанын мойындау керек. Ал бүгінге осы. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар.